адамның миында ешқандай шектеу жоқ. Мен қазіргі күні Англия мемлекетінен шақырту алдым, магистратура компьютер сайенс бойынша. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Айсел, мен жасым 36-та, мен 10 жыл бухгалтер болып жұмыс жасап, және ол жерде өте жақсы карьера жасаған болатынмын. Бірақ 35 жасқа келген кезімде өмірден басқа бір жолды таңдауды және басқа мамандықта дамуды көздедім. Сол мақсатпен IT саласы бойынша мамандықтарды зерттеп бастадым. Менің есімде бір сондай орталыққа барған кезімде бір жас бала маған сіздің жасыңыз өте кеш, сізден ешқандай жетістіктерге жете алмайсыз деп, мен сол кезде өте таңғалдым ол кісінің. Udemy арқылы бірнеше курстарды оқыдым, бірақ маған менторлық кішкене қажеттілік туындатты. Кейіннен мен Дардың жариялаған грантын әлеуметтік желі арқылы тауып алдым. Сол жерге өзімнің ұсынысымды жіберуге ниеттендім. Мен ең бірінші рет, мен екінші кезеңге өткенімді естігенімде, мен өте таңғалдым. Мен сол кезде көзім жетті. Содан кейін мен сол Дар университетінің интервью өтіп, соңында грантты жеңіп алдым. Мен жеңіп аламын деп ойламадым. Мен үлкен рахмет айтам Дар университетінің маған осындай үлкен мүмкіндік бергендеріне. Сонымен қатар мен аяқ астынан өзім компьютер сайенс бойынша магистратураға шетелге оқуға түсуге ниет еттім. Дар университетінің директоры Гүлзия маған өте үлкен қолдау көрсетті. Ментор Мирас үлкен қолдау көрсетті. Мен әрдайым Қазақстанда жүргенімде ойлайтын, мен 36 жастамын, мен үлкенмін, мен жас балалармен немесе жас ортамен тіл табыса алмаймын. Бірақ өте басқаша жағдайда өтті барлығы. Кездесуге шақырған кезінде сертификат табыс етіледі. Біз проектін аяқтадық. Мен өзім сенген жоқпын қалай уақыттың өткенін, және де менің де қазіргі уақытта Дарға жұмысқа әлдебір мақсат пайда болды. Өйткені бұл жерде басқаша орта, өзінің еркін сезінетін секілді. Мен сол еркіндікті сезіндім. Қызметкерлер мен компанияның ұстанымдарының қатар екендігі. Өйткені Дарда мен түсіндім адам капиталының ең жоғары бағаланатындығын. Өмірде барлық нәрседе шектеу болады. Барлық нәрсенің белгілі бір уақыты болады. Мен сол ендігі мақсатым компьютер сайенс бойынша магистратурамды аяқтап, болашақта Қазақстанға қайтып келгенімде өзімнің қызмет жолымда Дар компаниясында бастағым келеді.